мына жаңағы Сұңқар деген оқушым ғой мен. Мынандай қызық жағдай болып отыр да. Мұхит ағай дейді жаңағы. Сіз ұтады деп 100% сенімді болғам дейді. Енді көп адамдар солай сенімді ғой енді. Енді сенімдерімді ақтамағаныма кешірім сұраймын енді. Енді әр спортшы шыққаннан кейін не деп шығады? Ұтам деп шығады, дұрыс па? Ну, тот день просто не наш день был. Ұтылып қалдық, но ничего страшного, Құдай қаласа, Алла амандық берсе, жеңіске әлі жететін күн алыс емес деп ойлаймын. Соның жағы сөздің қысқасы, ұтады деп Мұхит ағай сізді ойлаған дейді мына Сұңқар. Бер тұршы Сұңқар ана жерге. Есік ашып тұр да. Сөйтіп сізге бір кішігірім жағы ұтады деп жағы не дайындап қойған дейді? Ақша. Ойдың алдында айтты ғой сізге кетпей тұр. Ойдың алдында айтты ма? Иә. Ағай, сіз ұтсаңыз менен $100 болады деді ғой. Сөйтіп айтты ма? Иә, сөйтіп айтты. Осында отқан кезде. Соны жаңа айтайын деп отқан, енді ұтылып қалдыңыз ғой ағай, ұтылып қалсаңыз да соны берейін дейді жаңа. Шок еп отыр. Мен просто сізге шешіп қойғам ғой, ағайға беремін деп. Қойшы. Кетіп бара жатқан кезде ұтады деп, өзім бара дегесін барамай қалдым ғой. Бүгін нешесі? Бүгін 29 30 болды. Бүгін қанша? 30. 30-ы? Иә. Жекпе-жек нешесі болды? 26 күн өтіп кетті. 26 күн өтіп кетті. Bu yerде мен айтайын деп отқаным, мына Сұңқар өзі келіп жүргеніне қанша 6 айлай болды тренировкаға жарты жыл дедің ғой. Bu yerде мен айтайын деп отқаным енді өмірдің заңы ғой ол, ренжитін ештеме жоқ ол, өмірдің заңы. Мен bu yerде айтайын деп отқаным, ана айтады ғой, у проигравшей нету друзей, проигравший сирота, а у победителей много друзей дейді ғой. Сондықтан ұтылған адамның қасында достары да енді жалпы көп адамдар демеушілер жоқ болып кетеді. Ұтқан адамға ойбай қолдау көрсетеді, шапан киізеді деген сияқты ғой. Енді өмірдің заңы. Ол мен ешкімді не қылайын деп жатқан жоқпын, айтайын деп жатқан жоқпын. Оған еш өкпелейтін, ренжитін нәрсе емес. Соны айтайын деп жатқан, ұтылып қалдым ғой. Ұтылып қалдым, сол ағай сол 26 күн өтіп кетті. Сол көрсетші жаңа, қайсың? $100 шешіп апты. $100 шешіп алған, ырымдап, Мұхит ағай, сізге соны ұтылып қалдыңыз ғой, ұтылсаңыз да, ағай, Құдай қаласа ұтасыз деп, $100 сол 4 күн шешіп алдым ба? Бір күн шешіп алдым. 3 июльде шешіп алғам ғой, соңында сумочканы сақтап жүрген. Қазір мен көрдім тренировкада. Индивидуально өзіме қатысты $100 әкеп беріп тұр маған. Молодец, мына ұста $100 деп. Ол рахмет саған, мына $100 мобилографқа берейік, мына ұста $100. Жоқ, мына ұста. Соны жағы айтайын деп отқан, рахмет саған. Ниетіңе рахмет, көңіліңе рахмет. Қолдайтын азаматтар, қолдайтын жігіттер. Бір-бірі не дейді? Батыр дейді. Енді 5 саусақ бірдей емес. Бірақ батыр деп бір-бірімізді қолдайтын азаматтар көп болсын. Сондай халық елден болайық. Сондай батыр дейтін халық ел, бір-бірімізге шапан кигізетін, бір-бірімізді көтеріп жүретін бауыр ағайынды халқымыз көп болсын деп айтқым келеді. Дұрыс па? Дұрыс, иә. Молодец. Красавчик. Рахмет. Көңіліңе рахмет. Ниетіме рахмет. Білеміз ғой, біз жарты жыл болды. Негізі қалай бокс жасайтыныңызды білеміз ғой сіздің. Шынымен ба? Өмірде білеміз ғой былай. Ол жақта біраз бокс болмады да. Сіз олай жүріспесеңіз білеміз. Сенемін сізге. Рахмет. Өмірде білемін ғой сізді. Жарты жыл болды көріп жүрмін. Рахмет жаным. Негізі қандай екеніңізді білемін ғой. Ана ойланбай отырсыз негізі. Құдай қаласа, Алла қаласа. Ол күнге де жетеміз. Ол күнде алыс емес. Алла тағала просто солай істеді. Алла тағаланың қалауына біз ешқандай қарсы шыға алмаймыз. Солай болу керек болды, солай болды. Бірақ Құдай қаласа біздің де күніміз әлі алда, жақсы күн. Дұрыс па? Саған рахмет. Өй айналып кетейін. Давай. Молодец. Осындай сені өмірге алып келген әке анаңнан айналайын. Рахмет. Тіпай деп түкіріп қойын, көз тимес. Бар, кет бар.